Оразаның 10 пайдасы. Ораза араб тіліндегі ас-соум деген сөзден шыққан. Ас-соум деген сөздің мағынасы өзін-өзі тоқтату, тартыну, тыйылу деген ұғымдарды білдіреді. Демек, ақыл есі дұрыс балиғатқа толған, ауыз бекітуге қабілетті мұсылман баласы қасиетті Рамазан айы келгенде Аллаға шынайы құлшылық ету ниетімен таң атқаннан күн батқанға дейін ас-судың барлық түрінен, сонымен қатар жыныстық құмарлықтан өзін шектейді, тыяды. Ислам тарихында ешкіммен сөйлеспеуге бұйырылған оразада болған. Бұл туралы Мариям сүресінің 26 аятында баяндалған. Ей Мариям, расында мен Рахман үшін ораза ұстауға сет бердім. Бүгін мүлде ешбір адаммен сөйлеспеймін де. Бұл аяттағы Мариям анамызға оған Алла разы болсын бұйырылған ораза ешкіммен сөйлеспеу оразасы, демек бұл аятта сөзден тыйылу оразасы меңзеліп тұр. Сайып келгенде оразаның негізгі мәні Алланың тыйған ісінен тыйылу. Осы ретте оразаның мұсылман баласының тәні мен жанына, рухани өміріне әсер ететін 10 пайдасы туралы айтуды жөн көрдік. Біріншіден, адам баласы ауыз бекіту арқылы Аллаға бойынсынуды үйренеді. Оразаның хикметі сондай, ол мұсылманның тұла бойына тақуалықтың алтын тәнін егеді. Ауыз бекіткен жан Рамазан айының Алланың бұйрықтарын орындап, тыйымдарынан аулақ жүреді. Мұсылман деген сөздің өзі мойынсынушы, көнуші деген мағынаны білдіреді. Рамазан айы пендені мұсылман деген атқа лайық өмір сүруге түйіндеп, айтқанда тақуалыққа тәрбиелейді. Өйткені Алла Тағала Бақара сүресінің 183 аятында: «Ей иман келтіргендер, алдарында өткен қауымдарға парыз етілгендей сендерге де ораза парыз етілді. Мүмкін тақуа боларсыңдар» деп ескертеді. Екіншіден, ораза мұсылмандарға көркем мінезді үйрететін тәрбие мектебі. Оразаның көмегімен адам баласы бойындағы жағымсыз сипаттардан арылады. Рамазан мұсылманды әдепсіз әрекеттен, бос сөзден, жаман нәрсені көрмеуден, жаман нәрсені тыңдамаудан сақтайды. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өз үмметіне хақлы бола тұрып, яғни өзінікі жөн болса да тартысуды қойған кісі үшін жәннаттың ауласынан бір сарай, ал қалжың болса да өтірік айтудан бас тартқан кісі үшін жәннаттың ортасынан бір сарай, сондай-ақ мінезі көркем болған кісі үшін жәннаттың ең биік жерінен бір сарай берілуіне мен кепілмін деп сүйінші хабар жеткізген. Ораза ұстаған адам өзінікі дұрыс болса да біреумен дауласуын доғарады, сөйтіп көркем мінезге ие болады. Үшіншіден, ораза бізді сабырлы болуға тәрбиелейді. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бір хадисінде ораза сабырдың жартысы деген. Ораза шыдамдылыққа үйретеді. Күн ыстықта ораза ұстаған адамды шөл қысады, ал ораза бізді төзімділікке тәрбиелейді. Рамазанда көп намаз оқып, Құран оқыған абзал. Оғанда сабыр қажет, тіпті күнә жасамауда сабырлықты қажет етеді. Төртіншіден, ораза адамның зейінін артып, жақсы ойларға жетелейді. Бір күні Лұқман баласына: «Балақайым, асқазан толы болса, ойлау қабілетінің ұйқы шомады, даналық үні өшіп, дене мүшелерің құлшылыққа жарамай қалады» деген екен. Шын мәнінде адам ағзасы толы болғанда ұйқы қысады, ал ұйқы адамды көп нәрседен мақрұм етеді. Адам қарны тоқ кезде қабілеті де төмендейді екен. Аш құрсақ кезде адам миының белсенділігі артып, ақпаратты қабылдау деңгейі жақсарады. Бесінші, ораза адамның уақытын жүйелеуді үйретеді. Ауыз бекіткен пенде жүйелік пен тәртіпті қатаң ұстанады. Сәресін уақытында ішу, уақытында ауыз ашу, уақыты келгенде намаз оқу, тағы да басқа амалдар жүйелікке тәрбиелейді. Тіпті оразада әрбір сәт маңызды. Сол сәтті құлшылыққа арнаған абзал. Алтыншы, Рамазанда мұсылмандар бір дене тәрізді екенін сезінеді. Өйткені жылына бір рет келетін Рамазан айында әлемнің әр түкпірінде тұратын мұсылмандар ауыз бекітіп, Аллаға құлшылық етіп, мүмкіндігінше бір-біріне көмектеседі. Кем дегенде дұғасына қосып, жаратқанның бауыры үшін жарылқау тілейді. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бір хадисінде мүмкін бір-біріне жанашырлығымен және рақымшылығымен бір дене секілді. Егер дененің бір жері ауырса, онда бүкіл дене онымен бірге ыстығы көтеріліп, ұйқыдан қалып мазасызданады деген. Рамазан кезінде мұсылмандар бір-біріне мейірім көрсетіп, бауырмашылық танытады. Жетінші, ораза мұсылман баласының айналасындағы аш адамдардың күйіне енгізіп, пенденің бойында мейірімділік, жанашырлық, бауырмашылдық секілді сезімдерді оятып, пақырларға, жетімдерге және жесірлерге қарайласуға тәрбиелейді. Рамазанда берілетін пітір садақасы, ауызашар дастарханы, қайырымдылық бағытта жасалған барлық амалдар мұсылмандардың бір-біріне деген мейірбандылығын, сүйіспеншілділігін арттырады. Сегізінші, ораза пенденің ағзасын артық және улы нәрселерден тазартып, жанартып, асқазанына демалыс береді. Әбу Хурайра, оған Алла разы болсын, ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ораза ұстаңдар, сау боласыңдар деген хадисін жеткізген. Араб дәрігері Харис ибн
мәқалда асқазан дерт үйі, ал ораза бүкіл емнің атасы деген екен. Демек, ораза тәннің шипасы. 9. Ораза адамға өз нәпсісімен күресуге үйретеді. Қарын тойдыру, құмарлығы мен жыныстық құмарлық адам табиғатына тән жағымсыз сипаттың бірі. Ораза адамды құмарлықтың осы екі түрімен күресуге үйретеді. Бір ай бойы өз нәпсімен күресу үйренген мұсылман одан кейінгі айларда да қалауына ерік бермеуге тырысады. Рамазан айының оразасы мұсылманды осы күресті нығайтуға итермелейді. Шынайы ниетпен ораза ұстаған адам міндетті түрде нәпсіге тұсау салады. Өйткені нәпсі адамды жаман нәрсеге итермелейді. Ал жаман амал Алланың ашуын шақырады. Өйткені нәпсі адамды жаман нәрсеге итермелейді. Ал жаман амал Алланың ашуын шақырады. Оразаның талаптарына сабырлық танытылған адам нәпсі қалауына да төзімділік танытып, қалауы мен құмарының әміршісіне айналады. Сөйтіп, жаман нәрсеге бұйырушы нәпсі басқару қабілетіне ие болады. Өйткені оразаның арқасында мұсылманның жамандыққа бұйырушы нәпсісі басылып тыйылады да және жуасып қалады. 10. Ораза қолда бар нәрсенің қадірін сезінуді үйретеді. Кейде алдымызға келген астымыздағы көлігіміздің, басымыздағы баспананың, үстіміздегі киімнің, тіпті денсаулығымыздың қадірін білмей жатамыз. Бұл нығметтерге қалыпты нәрсе ретінде қараймыз. Шын мәнінде бұл нығметтерді беруші Алла екенін ұмытып қаламыз. Ал ораза тіпті бір жұтым судың, бір үзім нанның қадірін сездіреді. Алла тағала баршамызға Рамазан оразасын толық ұстауды, оның сауабын толық алуды нәсіп еткей.